Баланы еңбекке баулу ұрпақ тәрбиесінің өзекті бағыты. Бұл тек үй шаруасына көмектесу емес, бұл баланың жауапкершілігін, табандылығын және өмірге бейімделу қабілетін қалыптастыратын маңызды үдеріс. Бүгінде ата-аналар мен ұстаздар осы мәселеге ерекше мән беріп отыр. Баланы еңбекке баулу қай жастан басталады? Баланы еңбекке баулу, енді бізде қазақта айтады ғой, баланы еңбекке баулу туғаннан бастап еңбекке баулу деп. Сондықтан менің өзім ойым, енді баланы туылғаннан бастап еңбекке баулуға әрекет жасау керек. Ал енді мектеп жасында баланы осы мектепке табалдырығын аттағаннан бастап еңбекке баулу басталады. Өйткені жаңағы даярлық тобында болады, одан кейін бірінші сыныпқа келеді. Сол бастан бастап бізде еңбекке баулу пәні жүреді, бейнелеу пәні жүреді. Сол бірінші сыныптан бастап баланы еңбекке баулу. Жалпы балаларды еңбекке баулуда ата-ананың рөлі маңызды ма, әлде ұстаздың ба? Ұстаздың да, ата-ананың да. Егер ата-ана қойшы, керек емес, не қыласың оны деп артқа тартса, онда баладан ешқандай өнер шықпайды. Мияқтан мұғалім болып, үйден ата-ана болып бірге бірлесіп істесе, онда баладан өте үлкен нәтиже шығады деп ойлаймын. Ғазиз, қайырлы күн. Қайырлы күн. Қай мектептің оқушысыз? Мен Абай атындағы мектеп-лицейінің 5-ші А сынып оқушысымын. Ғазиз, айтып өтші, мына жұмыстар сенікі ме? Өзің жасадың ба? Иә, бұл жұмыстардың барлығы менікі. Мен қол өнерімен айналысамын. Тек қана қол өнерімен айналыса қоймай, әкелеме, анама да үйде көмектесемін. Және мектебімізде әртүрлі үйірмелерге қатысып, қол өнерімді дамытамын. Ой, жарайсың. Бос уақытта үйде қандай жұмыстар атқарасың? Мен үйде көбінесе даланың жұмыстарын атқарамын. Мәселен, жер аудару, өсімдік отырғызу, тағы да басқа жұмыстар. Ондай жұмыстарды саған кім үйретеді? Ондай жұмыстарды көбінесе зергерлік жұмыстарын мен өзімнің мектептегі қолөнер апайларым үйретеді. Ал үйдегі жұмыстарды? Ал үйдегі жұмыстарды әкем, атам үйреткен. Осы жұмыстың барлығын еңбек пәнінде оқушыңызбен бірге дайындадыңыз ба? Иә, оқушымен бірге дайындаймыз. Жалғыз бір қыз емес, тағы да қастарында 3-4 қызымыз бар. Бірге жұмыс істейміз, бірақ осы бәрін түсіргенбіз. Еттеп, мүмкін көрсін. Әрбір жұмысы өзі де айтып түсіндірсе болады. Мына жерде мінекей өзінің жұмыстары. Қай жұмыстарды жасадың? Мен осы жұмыстарды жасадым. Бұл ХДФ материалын пайдаланып жасалған этноброш. Этноброш. Алдымен біз бұл этноброшты ою-өрнектен негізін дайындадық. Содан соң бұны акрил бояумен бояп, қалағанша сәндедік. Соңында әдемі декор беру үшін осындай алтын түсті декорларды да қостық. Соңында оны эпоксидті смоламен қаптап, жылтыр әрбері күйге келтірдік. Бұны бір өзің жасадың ба? Жоқ, маған апайым және өзімнің достарым көмектесті. Тағы бір сұрақ айтып өтіңізші, жалпы ұстаз ретінде, ата-ана ретінде қазіргі жастардың еңбекқорлығына қандай баға бересіз? Қазір шындығына келгенде жастарымыз бұрынғы алдағы жаңағы ұрпақтарға қарағанда қазіргі жастарымыз сәл еңбекке құлшыныстары аздау. Оның бір себебі мынау интернет, телефон дегеніміз өте балаларға қатты әсерін беріп жатыр. Бұрынғы уақытта ол жоқ еді, содан кейін еңбекке көп баулушы едік. Сондықтан қазіргі уақытта осы балалардың, жастардың еңбекке деген құлшыныстары содан нашар болып тұр деп есептеймін. Ал оны жою үшін қандай әрекеттер жасау керек? Енді оны жою үшін біз енді қоғам болып, одан кейін ата-ана жағынан, ұстаздар жағынан жақсы жаңағындай тәрбие тәлім беріп, оған көбірек көңіл бөлуіміз керек. Балаларды еңбекке баулу бүгінгі қоғамның ең өзекті тақырыптарының бірі. Өйткені еңбекке ерте жастан араласқан бала болашақта жауапкершілігі жоғары азамат болатыны белгілі. Біз осы тақырыпта аудан тұрғындарының пікірін білуге тырысқан болатынбыз. Сауалнама нәтижесіне сүйенсек, көпшілік ата-ана баланы кішкентайынан еңбекке араласқанды құп көреді. Өйткені қарапайым үй шаруасынан басталған тәрбие баланың тәртібі мен еңбегіне ерекше әсер етеді деп санайды. Алайда керісінше пікір білдіргендер де бар. Кей тұрғындар қазіргі балалардың бос уақыты көбіне гаджетке тәуелді болып бара жатқанын айтып, еңбекке қызығушылықты арттырудың жаңа жолдарын қарастыру қажет дейді. Мамандар болса, бұл бағыттағы жұмысты отбасы мен мектеп бірлесе жұмыс жүргізуі тиіс екенін алға тартады. Өйткені бала тәрбиесінде ең басты үлгі үлкендердің өз іс-әрекеті. Еңбекке баулу тек міндет емес, бұл болашаққа салынған инвестиция болып табылады.